саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Мен қолөнер каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай ілмек бізбен узор көрсететін боламын. Ең бірінші бізге осындай ілмек керек болады. Бірінші цепочкамыздың бірінші петлясы, цепочка из воздушной петли тоқу керек. Менде бір ілмегім бар. Енді маған үшке бөлінетіндей жаңа ілмек керек. Мен 27 воздушный цепочка теретін боламын. Менде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мен 27 цепочка тоқыдым. Бұл бізде цепочка из воздушной петли деп аталады. 27 менде ілмек бар. Петляны 27-ні 28-де петля подъема. Енді мынау менің бірінші кері санаған кезде бірінші ілмегіме, екінші, үшінші. Осы үшінші ілмектің үстіне тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу. Біздімде екі ілмек, екі ілмектен бір ілмек шығару. Қарай келесі ілмекке салып, екі ілмек, екі ілмектен бір ілмек. Келесі. Бұл бізде столбик без накида. Осыны соңына дейін өздеріңіз тоқып шығу керек боласыздар. Осындай әдемет. Міне толығымен тоқып шықтым 27 цепочканы соңына дейін. Енді міне 1, 2, 3 воздушный цепочка аламын. Оңнан солға қарай бұрылып, енді мен накид аламын. Накидтен мен өз жағынан жіпті іліп аламын. Енді міне тура астынан алмаймыз. Мына жерге өзден алмаймыз. Екіншісін де алмаймыз. Үшінші. Сонда 1, 2, үшінші столбикқа міне. Столбик с одним накидом тоқимыз. Ілмек біздімде мен 3 ілмек. Бірінші 2 ілмектен шығарып аламын. Кейін тағы да 2 ілмектен шығарып аламын. Бұл менде столбик с одним накидом. Енді қайтадан накид тура осы жерге тоқимын. Екінші столбик с одним накидом. Бір жерге 2 накид тоқыдым. Енді тура осы жерге мен 3 пышный столбик тоқимын. Қараңыздар. 1, 2, үшінші ілмегім. Мына менің столбик с одним накидом сон бойымен бірдей болу керек. Енді барлық ілмектен бір ілмек шығарып. Мынандай бүйтіп жауып бекітпейміз. Арғай накид. 1, 2, 3, үшінші столбикке қайттан столбик с одним накидом. 1, 2. Тура жерге қайтадан накид. Ілмегімде біздімде 3 ілмек. 3 ілмектен екеуінен бір рет шығарамын. Біздімде қайтадан 2 ілмек. 1 ілмек шығарамын. Енді тура осы столбикқа 3 пышный столбик тоқимын. 1 накид, 2 накид, 3. Ілмегімдегі барлық ілмектен толығымен бір ілмек шығарып аламын. Осылай аяғына дейін тоқып шығу керексіздер. Қараңыздар, мен толығымен тоқып шықтым. Енді ең соңғы столбикқа, ең соңғы столбигіміз мына жерге мен бір столбик с одним накидом, енді екінші столбик с одним накидом. Осылай шықты. Енді 1, 2, 3 бұрылып, накид. Тура мына пышный столбик тұр ғой мына жерге.
тура сол жерге міне қайтадан бір столбик соединим накидім, біреу накид, екінші столбик соединим накидім. Енді мына жерге тұрушыға пышный столбикті қойым. Біреу накид, екеу накид, үшеу. Толығымен бекітемін. Накид. Енді мына қараңыздар. Бір, екі, мына жерге накид. Бір столбик соединим накидім. Екінші столбик соединим накидім. Накид. Біреу, накид, екеу, накид, үшеу. Пышный столбигімізді бір бүйтілермен шығарып аламын. Енді қайтадан накид, бір, екі, үш, мына жерге тоқимын. Накид, екінші, накид, бір, накид, екі, накид, үш, үш ілмегімді, бір ілмек шығарып аламын, үш ілмек, накид. Енді мына қарасаңыздар, бір, екі, үш. Мына жер ғой. Мына жер. Сразу екі жаңағы жүптен сразу аламын, цепочкадан сразу. Накид. Бір, екі, үш. Осылай. Мына аяғына дейін тоқып шығыңыздар өздеріңіз. Мына осылай. Толығымен тоқып шықтым. 27 қатарымда. Енді накид. Мына жердегі мына тұрған цепочкамыз бар ғой, ең ұшында тұрған цепочканы бүйтіп, ең үстіңгі үшінші ілмектен іліп аламын. Менде ілмегімде, бізімде үш ілмек. Екеуіне шығарып, екеуінен бір ілмек шығарып. Тағы да накид. Тура сол жерден міне бізімде үш ілмек, екі ілмектен шығарып, кейін екі ілмектен шығарып. Міне осындай шықты. Енді бір, екі, үш ілмек, тоқымымызды бұрамын да, оңнан солға. Енді қараңыздар, мына жерде каждый пышный столбикқа тоқимыз. Міне қарасаңыздар, накид, бір столбик соединим накидім. Тура сол жерге екінші столбик соединим накидім. Мына жерге пышный столбикті қойыңыз. Накид, бір, накид, екі, накид, үш. Пышный столбигімізді қосамыз. Накид қайтадан. Мына жерде менің пышный столбигім мына мына жерге. Ал былай салсаңыз, бір, екі, үш, үшінші столбик болады. Накид. Накид, тура осы жерде тұр. Екінші столбигіміз. Соединим накидім. Енді міне накид, тура осы жерге. Бір, накид, екі, накид, үш. Пышный столбигіміз тоқылды. Енді пышный столбигімізді бір ілмек шығарамыз. Қайтадан накид. Мына жерде пышный столбик тұр. Қарасаңыздар, міне бір, екі, үш. Тура сол жерге түсеміз. Накид, міне бірінші столбик соединим накидім. Екінші столбик соединим накидім.
накид енді тұрғыш жерге 1 накид 2 накид 3. Мына бізде пышный столбикке бір ілмектен қосамыз. Міне қатарымыз аяқталып жатыр. Ең соңғы мына жерге столбик с одним накидом тоқимыз. Міне біздің қатарымыз ғой, мына 3-ші қатар, мына мен тоқып отқан 4-ші қатар. Міне 1 2 3 цепочка, воздушный цепочкамыздың 3-ші петлясына іліп, накидпен бір столбик с одним накидом, енді қайдан накид, тура сол петляға екінші столбик с одним накидом. Вот, осылай әдемі болып шығады. Гүл сияқты әдемі узор. Енді бұл узордың оң терісі жоқ. Мына жағынан да әдемі болып шығады, мына жағынан да әдемі болып шығады. Енді бұны бұндай узормен безрукавкада, плед бәрін тоқуға болады. Сіздер енді маған комментарийға жазсаңыздар болады. Қандай узор, осындай узормен қандай зат тоқитындарыңызды айтып кетсеңіздер болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алтын уақыттарыңызды бөліп, менімен болғандарыңызға рахмет. Алғысым шексіз сіздерге.